Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жып-жұмсақ пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін жылы сүтке ашытқы салып араластырамыз. Барлығының мөлшері видеоның описаниесінде жазылған. Қант пен тұз қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң ерітілген сары май, сұйық май және жұмыртқа қосып, барлығын тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Енді електен өткізілген ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне бізде кішкене қолға жабысатындай қамыр пайда болады. Енді осының үстіне ерітілген сары майды жағып, қамырымыз тағы да илеп, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Шамамен 1 сағаттың көлемінде қамырымыз көтеріледі. Қамырымыздың бетін ашып, тағы да бір басып аламыз. Содан соң тағы көтерілгенін күтеміз. Екінші рет көтерілген қамырды 3 бөлікке бөліп аламыз. Бізде 3 дана пицца шығады. Енді май жағылған противенге пиццамызды салып, қолмен осылай жайып шығамыз. Оқтаумен, онмен жазып керек емес. Дәл видеодағыдай қолмен жая отырып, шеттеріне осындай бортиктер жасап шығамыз. Тағы да саусағымыздың көмегімен пиццамызды жайып шығамыз да үстінен кетчуп пен майонез жағып, қызанақтарымызды салып, қызып тұрған пешке шамамен 5 минутқа жіберіп аламыз. Шамамен 5 минуттан соң пештен алып шығып, бетіне ірімшіктер салатын боламыз. Содан соң шамамен тағы да 2 минутқа пешке жібереміз. Үстіндегі ірімшіктері балқуы тиіс. Міне осымен біздің осындай өте дәмді, жып-жұмсақ ресторандардағыдай пиццамыз дайын. Ас болсын!